Баршаңызға қайырлы күн, мейлінше оқырмандар. Бүгін сіздермен үйдегі ақша энергиясы жайлы техникамен бөлісемін. Сіздерге бүгін ақша энергиясын арттыратын техниканы ұсынамын. Алдымен видеоны көрмес бұрын осы видеоға лайк басып, еңбегімді бағалап қойсаңыздар. Жалпы ақшаның энергиясын өз үйіңізге бағыттау қажет. Бұл бір магиямен айналысу емес, сиқырлармен айналысу емес, жай ғана ақшаға қатысты ырымдарды орындау. Барлық үйде ас ішетін үстел болады. Сол үстелдің бетінде, яғни жабулы тұрған дастарханның астына бір немесе бірнеше ақшаларды қойып қою қажет. Ұсақ тиындар емес, қағаз ақша болғаны дұрыс. Мысалға 500 теңге. Үйге кіргенде есіктің табалдырығының алдына 5 теңге, не болмаса 50 теңге тастаңыз. Ескере кетейін, 20 теңге, 10 теңге, 100 теңге болмайды. Тек қана 5 теңге немесе 50 теңге тастағаныңыз жөн. Және тиын ешкімге көрінбейтін жерде болғаны дұрыс. Кілемнің, линолеумның астына тастай салыңыз. Жарты жылдан кейін тиынды ауыстырып отырған жақсы. Пайдаларыңызға жарасын. Супер техника парақшасына подписация жасап, және де осы жерде тұрған қоңыраушаны басып, все деген қойып қойсаңыздар, менің видеоларымда бірінші болып көресіздер. Видеоларымды достарыңызбен бөлісіңіздер, және де күнделікті өмірде пайдаланыңыздар. Ақшаға жайлы, қаржыға байланысты сауаттылықтарыңызды арттырыңыздар. Сіздермен болған супер техника парақшасы алдағы уақытта сіздермен керемет техникаларды бөлісемін.